Бейсен Құранбек талантты тұлға, азулы журналист, кең жүректі адам. Әрбір қазақ менің жалғызым деп тынбай еңбек еткен жан. Қазақстан Республикасының ұлттық арнасында айтуға оңай қарекет бағдарламаларын жүргізіп, елдің мұң-мұқтажын тыңдап, көмек қолын ұсынған тұлға. Болмасаң да ұқсап бақ деп ұлы Абай кемеңгеріміз айтқандай, сіздердің назарларыңызға Бейсен Құранбек телебағдарламалары бойынша түсірілген шағын жоба бейнеролигін ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Армысыздар құрметті кеш қонақтары. Бүгінгі талантымен танылған тұлға атты хабарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі кешіміздің қонағы жерлесіміз, тума талант иесі, қазақ киносының алтын қорынан ойып тұрып орын алған актер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының құрметті азаматы Әлімғазы Смағұлұлы Райымбеков. Аға, сіздің кино өнеріне келуіңіз кездейсоқтық па? Әрине кездейсоқтық. Неге десең, өнер саласында ешқандай еңбегім жоқ. Ауылда жүргізуші болып істедім, кәсемсот айдадым. Сөйтіп жүргенде Талдықорған облысы тарап, Алматы облысына қосылды. Общество қайрат, ауыл шаруашылық балаларын жинап, қазақ күресіне дайындап, Алматыға алып келді. Біздің команда 6 маусым күні оңтүстік Қазақстан қайдасың деп Темірлан ауылына келіп, Қажымұқан атамыздың қазақ күресін. Талантты адам өз таңдаған салада көшбасшы, білікті маман болуға, табиғи талантпен қатар зор еңбектің, зейіннің, ынтаның арқасында ғана қол жеткізетіндігі анық. 1% талант пен 99% төгілген тер ғана табысқа қол жеткізуге жол ашады. Бүгінгі талантымен танылған тұлға атты хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.